Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 135-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 104 көбейтілген 4, 416 бөлінген 4 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Судың жануарлар үшін маңызы. Бірінші тапсырма: көбейтудің қалай орындалғанына қара, түсіндір, қорытынды жаса. Жазамыз. Бірінші көбейткіш 104, бірліктердің астына екінші көбейткішті 4-ті жазамыз. Енді бірліктерді көбейтеміз. 4 көбейтілген 4-тен 16. 1 ол ондық, ал 6 ол бірлік. 6-ны бірліктердің астына жазамыз. Ал 1 ондықты есімізде сақтаймыз. Ондықтарды көбейтеміз. 0 көбейтілген 4-тен 0. Ойымыздағы 1 ондықты қосамыз, 1-ді ондықтардың астына жазамыз. Жүздіктерді көбейтеміз. 1 көбейтілген 4-тен 4. 4-ті жүздіктердің астына жазамыз. Жауабы 416. Енді бөлудің қалай орындалғанына қараймыз. Жазамыз. Бөлінгіш 416, бөлгіш 4. Бірінші толымсыз бөлінгіш 4 жүздік. Бөліндіде 3 цифр, яғни жүздік ондық бірлік болады. Енді жүздіктерді бөлеміз. 4 бөлінген 4-тен 1. 1-ді бөлінуге жазамыз. Ондықтарды бөлеміз. 1 ондықты 4-ке бөлуге болмайды. Бөліндіге 0-ді жазамыз. Бірліктерді бөлеміз. 1 ондық және 6 бірлік, бұл 16 бірлік. 16 бөлінген 4-тен 4. 4-ті бөліндіге жазамыз. Жауабы 104. Екінші тапсырма: баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. Мен сендерге тек қана жауаптарым мен тексеруін жазып бердім. Үшінші тапсырма: есептерді шығар. Асы: комуттық кесірткен ұзындығы 209 см, ал қолтырауының ұзындығы одан 3 есе артық. Қолтыран комуттық алабажақ кесірткеден неше сантиметр ұзын? Шешуі: 209 көбейтілген 3 тең болады 418. Әсі: пілдің биіктігі шамамен 324 см, ал су сиырының биіктігі одан 3 есе кем. Су сиыр пілден неше сантиметрге аласа? Шешу: 324 бөлінген 3 тең болады 108. Төртінші тапсырма: теңдеулерді шеш. Төртінші тапсырманы осылай шығарасыңдар. 5-тің асы: көбейтінділерді көбейткіштердің квадратына немесе кубына алмастыр. Өрнектердің мәнін тап. 5-ші тапсырманы асын осылай орындайсыңдар. 5-тің асы: көбейткіштердің квадраты мен кубын көбейтінділермен алмастыр. Өрнектердің мәнін тап. 5-тің асын осылай орындайсыңдар. 6-ші тапсырма: баған түрінде жаз және есепте. 6-ші тапсырманы осылай шығарасыңдар. 7-ші тапсырма: есептерді шығар. Асы: түйе ғажайып жануар, ол сусыз 2 апта жүре алады. Түйе бір ішкенде 108 литрге дейін су ішеді. 6 түйеге неше литр су қажет? Шешу: 108 көбейтілген 6 тең болады 648. Әсі: ыстық күндері сиыр тәулігіне 105 литр су ішеді. Ыстық күндері сиыр бір аптада неше литр су ішеді? Шешу: 105 көбейтілген 7 тең болады 735. 8-ші тапсырма: тікбұрышты үшбұрыштардың ауданын тап. Бірінші тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін бірінші 2-ні 3-ке көбейтеміз, тең болады 6 см квадрат. Сосын 6-ны 2-ге бөлеміз, тең болады 3 см квадрат. Енді екінші тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табамыз. Оны табу үшін 3-ті 4-ке көбейтеміз, тең болады 12 см квадрат. Сосын 12-ден 2-ні бөлеміз, тең болады 6 см квадрат. Енді үшінші тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табамыз. Оны табу үшін 5-ті 4-ке көбейтеміз, тең болады 20 см квадрат. Сосын 20-дан 2-ні бөлеміз, тең болады 10 см квадрат. 9-ші тапсырма: хайуанаттар бағы қызметкерлерінің қателігі нәтижесінде жануарлар өздерінің торларында болмай шықты. Хайуанаттар бағының қызметшісі жануарлардың әрқайсысын өз торына тезірек орналастыруы тиіс. Бұл қызметкер әрекетінің алгоритмі қандай болуы қажет? Жануарлардың есектен басқасы жыртқыш жандар. Сондықтан оларды бір торға 2-ден орналастыруға немесе ортақ орынға жіберуге болмайды. Бірінші 5-ші тордағы қасқырды ортақ орынға апару керек. Сосын 1-ші тордағы қабыланды 5-ші тордағы қабыланның қасына апарамыз. Сосын 4-ші тордағы арыстанды 1-ші тордағы арыстанның қасына апарамыз. Сосын 2-ші тордағы қолтыраунды 4-ші тордағы қолтырауының қасына апарамыз. Сосын 3-ші тордағы есекті 2-ші тордағы есектің қасына апарамыз. Енді ортақ орындағы қасқырды 3-ші тордағы қасқырдың қасына апарамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.